Бас прокуратураның бастамасымен арнайы қоғамдық кеңес құрылды. Оның құрамына белгілі қоғам қайраткерлері, депутаттық корпустың, ғылыми қауымдастықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері енген. Бүгінгі таңда аталмыш кеңесті құрудың өзектілігі бар дейді мамандар. Айтуларынша, қоғам заңдарды толық оқып игермеген, сондықтан жаңадан құрылған кеңестің негізгі мақсаты бұқараның заңмен өмір сүруіне қол жеткізу. Прокуратура органдарымен жүзеге асырылатын шаралардың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қоғаммен байланысты нығайту. Жаңадан жасақталған кеңесті белгілі саяси қайраткер, парламент мәжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтанов басқаратын болды. Заңды нақты бір құзырлы орындар білгенмен, нақты бір құзырлы қызметкерлер білгенмен, жалпы көп адам заңды да жеткілікті әлі оқып, сол заңның аясында өмір сүруге, бейімделуге біз қол жеткізе алмай жатырмыз. Міне бұл ең үлкен біздің алдымызда тұрған мемлекеттік қоғамдық мақсат.